Сәлем достар, біздің ойымызға неге бірінші жаман ойлар келеді, немесе жаман ойлар неге бірінші орындалады? Бұл біздің миымыздың құрылысына байланысты. Ми 3 бөліктен тұрады. Рептильді бірінші бөлік бұл рептильді ежелден келе жатқан ми бөлігі, бұл бессознательный бөлігі. Екінші бөлік лимбикалық ми бөлігі, бұл подсознание бөлігі. Үшінші неокортекс, бұл саналы ойлау сознание бөліктерінен тұрады. Енді неге бізде қорқыныш немесе жаман ойлар бірінші келеді? Бұл біздің жаңағы эмоция бөлігі, лимбикалық екінші бөлік бар емес пе, соған байланысты. Біздің жаңағы бірінші рептильдік ми бөлігі ең төменде орналасатын болса, ең ежелгі ми соған жақын орналасқан келесі лимбикалық ми бөлігіндегі эмоциялардың ішінде қорқыныш эмоциясы бірінші орналасады. Сондықтан да сіз мысалы бір ойыңызға жаман ойлап қалдыңыз, немесе бір үрей кірді, сразу біздің бессознательныға бірінші кіріп кетеді. Сондықтан да сіз өзіңіздің фильтр восприятияңызды немесе жаңағы фокус вниманияңызды жақсы аударуыңыз керек. Кез келген жаңалықтар көрдіңіз бе, оларды шектеуіңіз керек. Мысалы, бізде болып жатады ғой, бір жаман оқиға, бір жерде өрт болып жатса, келесі жерде тағы да қайталанып жатады. Себебі біздің миымызға үрей кіріп кетеді. Сондықтан да, мысалы, бақсы-балгерлерге барсаңыз да, сізге жаман прогноз айтатын болса, біз ойлаймыз, ой, осы адамның айтқаны тура келді деп. На самом деле ол сізге жаңағы үрей кіріп кеткен, қорқыныш кіріп кеткен. Сондықтан да олар бессознательно жақын орналасқандықтан тез ойыңызға кіріп кетеді. Сондықтан да кез келген музыка тыңдадыңыз ба, фильм көрдіңіз ба, жаңалықтар естідіңіз ба, өзіңіздің фильтр восприятияңызды жөндеңіз, жақсыға қарай бұрыңыз. Жаман фильмдер, үрей бар фильмдер немесе бақсы-балгерлерге бармауыңыз керек деп ойлаймын. Әрине, оны өзіңіз шешесіз, бірақ негізгі механизмі осылай болады. Егер сіз өзіңіздің шынында да қорқынышыңыздан айырылғыңыз келсе, сізде қорқыныштар болатын болса, менің терапияма жазылсаңыз болады. Бұл ДПДГ методы арқылы сіздегі миыңыздағы қорқыныштарды алып тастау. Сіз бірінші сеанстан-ақ жеңілдік сезінесіз. Өте жақсы көмектеседі, қысқа мерзімде өте жақсы результат.